саламатсыздар. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Өзіңіздің қалыңыз қалай? Керемет, шүкір, бәрі жақсы. Саламатсыздар ма, құрметті Дін Алматы парақшасының жазушылары. Бүгін бізде қонақта исламтануды ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Тимуржанов Рауан Жұмабайұлы. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу. Рауан Жұмабайұлы осы жалпы оқырмандар үшін терроризм, экстремизм ұғымдары туралы түсініктеме беріп кетсеңіз, неліктен террористік топтарды бірінші орында исламмен байланыстырады және олардың тарихы қандай, мақсат мүдделері қандай деген сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз. Бастайын қайырлы күн баршаларыңызға. Мында сіздің бір сұрағыңызда негізі екі сұрақ бар. Екеуін бөліп жарып нетейік. Біріншіден, экстремизм деген мәселе ол исламға дейін болған ескі грек мәселесінде тарихтан белгілі бұл сөз қолданылған. Яғни бұл тек қана исламмен ғана байланысты емес, оның көне бір тарихы бар. Ол экстремизм мәселесі тек дінге ғана байланысты емес, ол саяси экстремизм бар. Ол әр салада шектен тыс шығуды экстремизм деп атайды ғой. Олай болса, бұны біздің ал енді екінші сұрағыңызға келетін болсақ, неліктен оны біздің исламмен байланыстырады, неліктен дінмен байланыстырады десек, мынандай теория бар. 20 ғасырда адамзат әлемде өмір сүрді. Ол кезде белгілі ғой, үлкен державалар болды, мынандай суық соғыс дейді ғой, Совет үкіметі мен теңіздің ар жағында Американың арасында соғыс болды. Европа өз уақытында Германияның бетімен, яғни сонымен бірге бірталай дүниені нетті. Бұл 20 ғасырдағы саясаттың даму бағыты сондай еді. Алайда 20 ғасырдың соңында демократиялық түсінік кеңейгеннен кейін толеранттылық бір ой пайда болып, халықтың бір санасы, яғни бір патшаның басқаруынан шығып, тәуелсіздік етіп бір еркіндік пайда болды. Сол кезде социумда, қоғамда бір психология өзгерді. Яғни диктаторлық бақылау әлемге жарамайтын болды. Содан кейін енді саясаттанушылар әркім өзі мүддесін жүргізгісі келеді, әркім өзі бағытын қызық интересі лоббировать дейді ғой, өзінің мүдделерін алдыға итергісі келеді. Бір инструмент керек болды, инструмент, құрал. Қандай құрал арқылы бұл нетеміз? Енді бұл финансовый инструмент болады. Сол кезде менің ойымша бір адамдар жақсы бір идея тастайды. Айтады, енді давайте біз әлемге бір әңгіме айту үшін, өзіміздің қажетімізді жабатын заң қабылдату үшін белгілі бір жау табу керек болады. Біз бір жау табайды дейді. Ол жау бәріне ортақ болсын дейді, что бәрі қорқатындай. Бәрі қорыққан кезде біз өз қызықтарымызды лоббировать етеміз дейді. Сөйтеді 90 жылдары жау іздей бастайды әлемде. Енді әлемде сол жылдары ең атақты оқиға ол Ауған соғысы болды, Ауған соғысы. Сөйтеді социологтарға, может, аналитиктер айтады, давайте Ауғанстанды бір жау қылып көрсетейік дейді әлемге. Енді Ауғанстан кішкентай жер. Одан көп адам қорықпайды бәлки, көп мемлекет державалар. Оның тұрғындары кім? Тұрғындары мұсылман дейді. Сол кезде бір идея, енді әрине Құдай біледі, шайтанды идея тастаған шығар. Ислам дінін ортақ жау ретінде әлемге көрсету деген бір ой туындайды. Яғни ислам экстремизмі деген термин әуелі сол 90 жылдары қолданысқа ие болады. Бұның себебі әлемге жаңадан бір жау құрастыру керек болады. Ол жауды исламның келбетінде көрді, яғни исламның форматында көрді олар, өйткені бәріне ортақ дін. Сөйтіп нәтижесінде бұны, яғни бұл жауды ислам экстремизм, исламист терроризм деп өтірік болсын бір жарылыстар жасайды делік, шынайы болсын өтірік болсын сақал таққандар бір нәрсе, бұзақылық нәрсе білдіреді. Сөйтеді халықты қорқытады. Сөйтіп барып әр саясаткер өзі қызықтарын лоббировать етіп, ортақ жау табылғаннан кейін заң қабылдауды оңай, халықты үркіту оңай ғой негізі. Халықты басқару үшін бір жақсы қорқытсаң басқарылады дегенде бір теория бар ғой. Олай болса, менің ойымша, ислам экстремизмі, яғни экстремизм мен терроризм деген терминді исламға жабыстыру тарихы 30 жыл бұрын басталды деп ойлаймын. Ауған кезеңінен, өйткені 20 ғасырдағы диктаторлық жүйе бұзылғаннан кейін жаңадан бір жау керек болды. Соның аясында исламға бір жала жабу. Бұл бір жағы. Екінші жағы бар, шынымен ислам діні ол ақиқат дін болғаннан кейін ақиқаттан қорқады. Көп теріс жолдағы адамдар делік, бәлки жүйелер делік. Олар да бұны дамып кетуінен, яғни күш кезінде талап тастау дейді ғой.
енді қазір бір етегі алып жайылып бас көтерместен бұрын 20 ғасырда өзі қысылыптан шыққан бір исламды ары қаратай дамытпай осы жағдайында сақтап оны ары қаратай төмпештей берейік деген ой болды ма екен. Қалай болса да соңғы 30 жылдан бері экстремизм, радикализм, терроризм сөзі исламға байланыстыра бастады. Содан бері бұл қызық әлемде таралды. Осы терминнің аясында көптеген жарылыстар болды, яғни бұл исламға қатысты жоқ. Қалай болса да осы программа ғой, бұл енді белгілі бір адамдардың, белгілі бір топтың программасы, проектісі да, ол жұмыс істеп кетті. Реально бұл жұмыс істеп кетті. Олардың діттеген мақсаттарына бәлки жетті, бәлки жетпеді, Құдай біледі. Қалай болса да ислам деген сөз бейбітшілік қой, енді бейбітшілік, экстремизм деген ақылға сыймайды. Алайда СМИ дейді ғой, бұқаралық ақпарат өз жұмысын істеді. Ол көп құя берді. Соңғы 20 жылда, 30 жылда тәрбиеленген жас ұрпақ шынайы сеніп қалды. Яғни кейінгі үлкен ұрпақтар оны қазақша айтатын болса оттамасын десе, қазіргі жастар ойлан қалатын болды, күмәндан қалатын болды. Неғып соңғы 30 жылда сондай бір мағлұмат кетті жан-жақтан, ислам мен терроризм мен экстремизмді ұштастырып айта берді, көп адам сеніп өсті. Енді бұл өте үлкен теріс жағы беріп жатыр. Бұл теріс әсері бар. Біз дәлірек айтқанда сіздер мысалы ақпараттық түсіндіру тобы соның алдын алу үшін немесе болып кеткен оқиғаның артын түзеу үшін жұмыс істеп жатсыздар. Енді Қазақстан мемлекеті де сол бағытта ашты ғой, дін істер басқармасын. Қысқаша осы оның тарихы және де исламға неліктен ислам, экстремизм, терроризм деген сөзді жабыстыра береді десеңіздер, менің ойым, пікірім осылай. Рахмет. Бүгінгі күні террористік топтар өз қатарын толтыру мақсатында көптеген елдерде өзінің арбаушыларын жіберіп пропаганда жұмысын жүргізіп жатыр. Белсенді түрде әлеуметтік желілерде де көптеп кездесіп жатады олардың материалдары. Осы сәтте қалай жалпы қарапайым адамдарға осы террористік топтың арбаушыларын қалай тануға болады, олардың жұмыс істейтін әдістері қандай және олардан қалай қорғануға болады, осы туралы тоқталып кетсеңіз. Жақсы сұрақ, но бұл сұрақ кішкене ескірген деп ойлаймын. Бұл сұрақты негізінде 10 жыл бұрын қойған кезде, сол кезде түсіндіру керек еді. Қазір уже боран көп хабар болмағандарға пайдасы тиеді. Алайда дұрыс айтасың, өте маңызды. Шынымен тану керек біз. Бірінші, бұл да бір екі мәселеге бөліп қарастырайық бұл сұрақты да. Біріншіден, қазіргі Қазақстан халқы делік теріс діни бағыттарды енді 100% болмаса да басым көпшілігі біледі. Соңғы 10 жылдықта имамдарға Алла разы болсын, дін істер басқармасына, ақпарат түсіндіру тобына рахмет, барлығы жұмыс істеп, бүгінгі таңда қарапайым халық мектепте болсын, колледжде болсын, ата-ана болсын, апа болсын, бәлки ата-да, апа-да біледі теріс бағыттағылардың пиғылдарын, олардың әрекеттерін, олардың айыра алмау мәселесін көп жағдайда біліп үйреніп қалдық. Енді келесі сұрақ туындайды. Ал енді білдік делік. Ал енді білу үшін шынайы бір маман ретінде білу үшін он маман болу керек. Енді қарапайым халық қатты маман болмағандықтан мен бір-екі инструмент айтуға тырысайын. Сол инструментті қолдансаңыздар, бірден түсінесіздер және де туралықтан айырылмаған болып саналамыз. Біріншіден, ең мықты иммунитет бүткіл радикализмнің түріне, ол саяси радикализм болсын, ол діни радикализм болсын, ол басқа да бір радикализм түрі болсын, біріншісі салт-дәстүр, құрметтілер. Салт-дәстүр, шын. Салт-дәстүр, әмбие қазақтың салт-дәстүрі ол ғасырлар бойы Құран мен сүннеттің елегінен өткен, және де біздің қазақи ұлттық құндылық коды сақталған бізде сақталған. Олай болса, мысалы, радикалдық бағытқа кетудегі адамдарды бүйтіп енді осы жұмыста көп жүргеннен кейін араласып танысасың ғой. Сол кезде байқайсың, яғни городской типаж дейміз ғой, атасы мен әжесінің тәрбиесін көрмегендер, яғни қазақи бір базасы әлсіз адамдардың радикализмға кішкене бейім болады екен да. Негізінде сондай бір нәтиже бар зерттеулердің. Бұл не деген сөз? Егер әр адам өз салт-дәстүрін, өз тілін, мақал-мәтелін білетін болса, радикализмға қарсы тұрудағы ең мықты иммунитет антивирус болып саналады. Яғни үлкен кісілерге және де жастарға айтатын болсақ, онда салт-дәстүрге, өзіміздің мәдениетімізге қатты көңіл бөлейік. Ал енді бұны жоққа шығаратындар, салт-дәстүрді жоққа шығаратындар, 100% айта беріңіздер, радикал.
Өйткені біздің салт дәстүр 99.9% Құран мен сүннеттің елегінен өткен ғасырлар бойы. Ал енді 20 ғасырда кейбір өзгеріске ұшыраған кейбір дәстүрлеріміз бар делік, кейбір ырымдарымыз бар делік. Одан бөлек, яғни кейбір ырымымыз бар. Ол да біздің ата бабамыздан мирасқа қалған ырымдар емес, салт дәстүр емес. Ол 20 ғасырға дейін тәуір келген. Алайда 20 ғасырдың бір қараңғылығынан ол бір өзгеріске ұшырады да. Өзгеріске ұшырады. Біздің аталарымыз, әкелеріміз де солардың уақыттары, кезеңдері тура мынандай қызыл кезеңде өмір сүрді ғой. Оларды сұрайтын, оларды жауап бермеді толық. Солай да кейбір салт дәстүріміз өзгеріске ұшырады. Вот соны алып тастайтын болсақ, және де оны дұрыс мағынада қабылдасақ, яғни салт дәстүр дегенде 19 ғасырдың ортасына дейін, бәлки 20 ғасырдың басына дейін біздің жерімізде кең тараған, біздің менталитетімізге, ұлттық кодымызбен сіңісіп кеткен салт дәстүрлер, сол ең мықты иммунитет, өзгеріске ұшыраған емес. Ал бұны жоққа шығаратындар, онда бірден тануға болады, ол радикалдық бағытта екен. Өйткені дұрыс бағыттағы Абу Ханифа мазхабындағы немесе дінді дұрыс білетін аталарымыз, Қазақстан имамдарымыз, олар салт дәстүрге қарсы шықпайды. Яғни ең бірінші инструмент салт дәстүрге қарсы шығатын болса, оны теріс бағыт деп қабылдаймыз. Ал енді бұл жолға, енді бұл сұрақтан және екінші сұрақ туындайды ғой, не істейміз? Әрине салт дәстүр оқимыз, классик жазушыларымызды оқимыз, өзіміздің қазақ жырауларды оқимыз. Кейінгі балаларға да соны оқимыз, үйде оқиық, кішкентай балаларға оқиық. Мысалы, кітапханадан көп әдебиет оқу керек бізге. Біздің қазір Қазақстанға өзі классик жазушыларымыздың әдебиетін оқу өте маңызды, құрметтілер. Өте маңызды, шынымен. Ол тек қана діни экстремизм алдын алу үшін емес, өзіміздің ұлттық кодымызды жаңарту үшін, ұлттық кодымызды сақтау үшін, құлдық санадан арылу үшін, өзімізге бір сенімділік табу үшін, өзіміз болып нық тұру үшін фундаментті реттеу керек. Яғни бұл бір этнологтың бір сабағы болып кетті ғой кішкене. Қалай болса да, ол да өте маңызды дегенім ғой. Салт дәстүрді оқу, классик әдебиетімізді оқу, ол тек қана діни радикализмнен сақтап қана қоймай, бүткіл кемшіліктерден сақтап, және де босаған тұстарымызды, әлсіреген тұстарымызды мықымдап, бүйтіп жаңа ғасырда бір кемел ұрпақ тәрбиелеуге ең мықты инструмент деп сенемін. Бір салт дәстүр. Әрине, екіншіден емес, бұл біріншіден салт дәстүр, екіншіден десек те болатын еді, ол білім. Бұған қатысты не дейміз? Бұған қатысты көп дүние керегі де жоқ негізінде. Бір маман болып, 4 жыл университет оқып, әркім өз саласын, өз жетік маманы болсын, әркім өз саласында жүрсін, қатты дамысын, оқысын, ғалым болсын, маман болсын өз саласының. Ал енді діни сауаттылық деген дүние бар. Енді бізде мынандай түсінік бар ғой, енді мойындау керек, үлкен кісілер жинала қалса, кішкентай балалар деп барыңдар деп басқа бөлмеге қуып жіберу. Енді 20 ғасырда ол үлкен кісілер қонақтар келген кезде арақ ішетін еді, кішкентай балалар көрмесін деп қуып жіберу деген сияқты бір тәрбие қалған шығар дейміз. Алайда қазір олай емес. Қазір жастарды отырғызу керек, кішкентай балаларды үлкендердің әңгімесіне араластыру керек. Ал тіпті үйге молда келіп бір Құран оқыған болса, бір ас болған болса, балаларды қумау керек. Балалар отырсын, дұрыс мағынада молдадан уағыз тыңдасын, имамның сауатты бір дәрістерін ақырындап сіңіре берсін. Оны айтатын бір әулетті ақсақал болса, нұр үстіне нұр. Ал егер оны айтатын әулетті ақсақал болмаса ше, онда не істейміз? Онда жаңағындай болған бір астарда, ауызашарларда имамдар кек қалған болса, өзіміз де соның көңіл бөліп тыңдап, және де балаларға да тыңдату керек екен де. Жастарға да тыңдату өте маңызды. Бұл біздің діни сауаттылық иммунитетімізді қалыптастырады. Любой нәрседе не қателесу? Қателесу ол білімсіздіктің нәтижесі дейтін болсақ, діни салада қателесу ол да білімсіздіктің нәтижесі, яғни дінді білмеу. Ал енді дінді білу үшін де бір оқымаймыз ғой университетке барып, бүткіл халық болып. Онда медиктердің бәрі қайда кетеді? Дін мұғараққа түсіп алса. Болмайды. Әркім өз саласын оқысын. Алайда өз дінімізді жаңағындай имамдардан немесе қысқа курстардан болсын, осындай бір кездесулерден болсын, үйреніп қалыптастырып алу керек. Ал егер ол мұнда дұрыс ислам қалыптасқан болса, онда теріс түсіндірмедегі ислам онсыз да өтпейді. Оны танудағы енді ол сақалға, киімге бір қарамай қойып, оны халық онсыз да біледі. Біз басқа жағынан жақындауға тырыстық. Қысқаша осылай делік. Олай болса, біріншіден білімімізге көңіл бөлейік, имамдарды тыңдайық, дұрыс уағыздарды тыңдайық, жақсы бір курстар болса, соларды көрейік, және балаларға да соны ыңғайлап көрсетейік. Екіншіден әдебиет оқиық, салт дәстүрімізді түзейік, мақал-мәтелімізді оқиық, жаттайық деген сияқты. Осы екеуіне қатты көңіл бөлсе, онда радикализмнің да ауылы алшақтай береді.
біздің телефондар өздеріне пайдалы ақпарат алды деп ойлаймын. Енді жалпы осы өз азаматтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының билігі террористік идеяның алдын алу үшін, таралуының алдын алу үшін қандай жұмыстар жасап жатыр? Өзіңіз мүшесі болып отырған республикалық ақпараттық түсіндіру тобының жұмыстары туралы бізге ақпарат берсеңіз. Бөлсек, пайдалы болса, егер бөлсек айтайық. Біріншіден, мемлекетке үлкен бір алғыс, шынымен. Өйткені әу бастан министерство дейді ғой, министрлік қылып ашты дін саласын. Кейін оны дін істер басқармасы қылды. Қалай болса да Қазақстанның қоғамында діни саланы бақылайтын, басқаратын бір ұйым қажет еді. Өйткені 90 жылдар тәуелсіздік алды, Қазақстанға кірмеген жоқ. Ол тек мұсылмандардың түрлі жамағаттар емес, ол христиандардан да түрлі жамағаттар келді. Мынандай бекітілген христиандық бізде бекітілген, енді православдық, олардан да бөлек протестанттар келді, пятидесятники келді. Қазақстанға ағылып төгіліп бүткіл әлемдегі бар ұйымдардың бәрі кіріп келді. Неғып бұл Қазақстан тәуелсіздігін алды, еркіндік тәуелсіздігі бар, діни бостандық деді да біз жақтан адамдарға шабуыл жасалды делік. Олар енді өз пікірлерінше бір жақсы ниетпен келіп тұр ғой. Қалай болса да ол қазіргі таңда бізге фитна болды, бүлік болып айланды. 90 жылдарда келді, бүлдірудің шыңы болды. 10-шы жылдары, 11-ші жылдары. 11-ші жылы дінге қатысты заң қабылдады. Содан кейін Қазақстанда қазіргі таңда ресми 18 ғана конфессия тіркелген. Бұған дейін 100-ден асып кеткен еді, негізі сеніңіздер. 100-ден асып кеткен конфессия бар еді бізде. Бұл заң қабылданғаннан кейін ресми 18-і қалды. Сол 18-бен енді жұмысты да бақылап істеу керек болды. Яғни бұл баптан мемлекет өз ісін жақсы істеді. Екіншіден, заң қабылдағаны нұр үстіне нұр, үлкен бір іс болды. Заң қабылдау, басқарма ашу, және де бұл саланы бақылап жүйелеу. Бұған да әрине көптеген реформалар керек болды. Содан кейін енді 11-ші жылдағы жарылыстарды әлі есімізден шықпады ғой, бәрі білеміз батыстағы жарылыстарды. Содан кейін үлкен жұмыс деді. Негізіндегі үлкен жұмыс сондай бір оқиғадан кейін болды. Яғни жарылыстардан кейін қатты көңіл бөлінді дейікші бұл салаға. Мысалы, бірден РАНД немесе РАТТ дегендер құрылды. Республикалық немесе облысы көлеміндегі діни сауатты адамдар ауыл-ауылға барып, мектептерге барып, университеттерге барып, дұрыс бағыттағы дінді үйретуге тырысты. Содан кейін Нұр Мүбарактада курстар ашылды, имамдарды да тез өткізе бастады. Ол уақытта Қазақстанда діни кадрдың енді кризис болып жатыр ғой, сонда да бір талай шамасы экстренный курстан өтті. Сөйтті де мешіттерден имамдар өз жұмысын істеді, жайылмауына. Мемлекет те мына жақтан өз қызметін атқарды да, қазір Қазақстанда радикализмнің таралуын егер процентажбен айтатын болсақ, 2005-тен 2015-ке дейін 90% болды десек, қазір ол түсіп кетті. Қайда түсіп кетті? Яғни бұл да бір ортақ бір жұмыс, әр облыста, әр өңірде, ол имамның, мемлекеттің, әкімшіліктің, және де түсіндіру ақпарат тобының мүшелерінің, аналитика немесе әрбір осы салада қызмет еткен адамдардың әрқайсының үлесі бар деп сенемін. Бұл үлкен бір еңбек болды. Өйткені миллиардтаған бюджет бөлінді бұған. Талай деген адамдар, Қазақстандағы мен деген психологтар, тарихшылар, небір мамандар жиналып, белгілі бір стратегия құрастырылды. Содан кейін нелер ұйымдастырыла бастады, барып келу, бүткілінен аралау дегендей. Бұл уақыт талап етеді, күш талап етеді. Осы жолда жүргендерге де бір рахмет айту керек бұл мағынада. Ал енді өтіп кеткендер делік да, яғни заң қабылданғанға дейін имамдардың мешіттен таралуын тоқтатып қайтару процесінде реабилитация дейміз ғой, қайта оңалту жолында да көп жұмыстар істелді. Оны да мойындау керек. Қайта оңалту жаңа стратегиялар жазыла бастады. Радикализмнің деңгейлеріне қарай бастады. Бұл бірінші немесе үшінші деңгейдегі радикал болса, оған бөлек стратегия жазыла бастады. Ал енді 5-6 этаждағы деңгейге өтіп кеткен бір радикализмнің, яғни улану деңгейі қатты болған адамдарға, оған реабилитация дейміз ғой, қайта оңалту стратегиясы жаңа подходпен болды. Ал 10-шы деңгейде улан қалғандар, бәлки лидерлар делік да, сол теріс бағыттағы, оларға бөлек реабилитационный программа жазыла бастады. Яғни радикалдардың бәрін бірдей қарамай, әр оларды классифицировать етіп, топ-топқа бөліп, әр топқа оларды оңалту үшін де жаңа бір жобалар, жоспарлар, пландар жазылып, сол арқылы істелінді. Яғни реабилитацияда да үлкен еңбектер атқарылды.
яғни бұл істелініп жатқан жұмыс, істелінген жұмыс, және де бұл жұмыс әлі де жалғасып жатыр, істелінуде. Енді алла тағала берекет берсін, бұл салада жұмыс бітіп қалсын дегенім ғой. Яғни Қазақстанда радикализм тоқтап қалса, онда жұмыссыз қаламыз. Негізі мақсатымыз сол. Яғни осы салада бүткіл проблеманың бітуі. Атқарылған жұмыстар қысқаша осындай. Бұдан да көп, бәлки мен білмейтін миллиондаған жұмыстар бар. Мен өзім естіген, бәлки кейде қатысқан бір проекттардың аясында ғана бөлістім, құрметтілер. Өйткені бұдан да көп жұмыс істелді негізінде. Біз білмейміз оларды енді, өкінішке орай. Қысқаша осы, көптеген еңбек атқарылды. Рахмет. Негізі осы жалпы террористік топтың құрамына қосылып отырған адамдардың көбі емес барлығы осы джихад түсінігін дұрыс түсінбей жатады, джихад ұғымын. Осы туралы да бір кішкене ақпарат беріп өтсеңіз. Яғни дұрыс мағынасы қандай? Негізі бұған бар ғой, бір отдельно бір сағатқа жетеді. Енді мен тырысайын қысқа былай джихад несін айтуға. Өз деңгейімде әрине бір керемет қылып емес, одан да терең ғой. Біріншіден, джихад деген ол арабша сөз. Араб тілінде глагол, етістік, ол джахада деген сөзден туындайды. Ол сөзді тікелей аударатын болсақ, ол не деген сөз? Күресу, немесе күш жұмсау деп аударылады. Бір іске күш жұмсау, яғни тердеу, соған артында жүру. Енді бұл сөз бізге терминға енген кезде Қазақстанға, ол бізге соғыс деген мағынада аударылды. Содан кейін басқа дін өкілдерін өлтіру деген мағынада аударылды. Сөйтті де джихад деген мүлдем өз асылынан ауысып кетті. Неғып бұл айтам? Өйткені джихад деген сөз Құранда қолданылады. Енді біз мұсылман болғаннан кейін Құраннан алу керекпіз ғой. Құранда қай мағынада қолданылады? Құранда 4 мағынада соғыс бабында қолданылады екен да. 4 жерде ғана. Негізі 100-ден астам жерде джихад сөзі келеді. Соның 4 жерінде ғана соғыс мағынасы бар. Алайда ол қандай соғыс? Нәпсімен соғыс деген. Яғни басқа дін өкілдерін өлтіру деген мағынада емес. Яғни джихад деген терминді мен былай түсіндірер едім. Джихад деген жарайды, енді соғыс деп аударайық. Негізі асыл мағынасы күш жұмсау ғой. Ал соғыс дедік, жарайды, мойындалдық, соғыс дедік. Онда жауды определять ету керек болады. Өйткені әр уақыттың жауы әртүрлі. Мысал айтайық, орта ғасырда делікті, ең мықты қару не болды? Ең мықты қару қылыш болды, ат болды. Қазіргі таңда мықты қару енді ұшақтар бар, ракеталар бар, зымырандар, небір қарулар бар. Яғни атпен, қылышпен жүре алмайсың. Яғни заман дамыған сайын қару да дамиды. Ал енді бүгінгі таңда мұсылмандардың делікті, мұсылмандардың ұтылған жауы не? Мұсылмандар бүгін ұтылып қалдық па? Ұтылып қалдық, мойындау керекпіз. Оны мойындау керек. Қазіргі таңда ислам емес, мұсылмандардың жағдайы мәз емес, әлемдік деңгейде. Ал енді ол ескі өзіміздің ақиқи орнымызға қайтып бару үшін біздің жауларымыз жықты делік. Енді осы арада ғалымдар сұрақ туындайды. Мұсылмандар неге ұтылды? Қандай жауға ұтылды? Біздің жауымыз мынандай физикалық жау емес, біздің жауымыз біз алауыздыққа ұтылдық. Біз кедейлікке ұтылдық. Біз жалқаулыққа ұтылдық. Олай болса, біздің жауымыз осылар екен, осымен күресу керек. Менің мағынада егер джихад деген сен муджахидсің ба десе, мен айтар едім, мына мағынада мен муджахидпін. Мен надандықпен соғысып жүрмін да. Мен жалқаулықпен күресіп жүрген джихад жасап жүрмін да. Мен кедейлікке қарсы джихад жасап жүрмін да. Мен алауыздыққа қарсы джихад жасап жүрмін да. Осы мағынада айтатын болса болады. Енді джихад дегенде соғыс деп айтатын болсақ та, біздің жауымыз көрші елдерде емес, біздің жауымыз өзімізде, өзіміздің надандығымызбен, жалқаулығымызбен, қараңғылығымызбен, бір-бірімізді көре алмаушылығымызбен, кітап оқымауымызбен, бір-бірімізді жамандауымызбен күресу керек бізді. Осы мағынада джихадты қолдану керек деп ойлаймын. Ал енді джихадтың түріне көшейік. Енді шиқта бұл қарастырылған мағына ғой, енді тақырып мағына емес, тақырып. Ол тақырып өте керемет негізінде. Жалпы джихад 3 түрлі болады. Шабуыл жасау мәселесінде қорғаныс және де сақтау. Ол не деген сөз? Исламда джихад негізінде не үшін джихад соғыс болған? Болды ма? Болған. Онда мойындау керек, ол жоқ емес. Алайда соғыстың асыл ниетіне қатты көңіл бөлу керек. Мұсылмандар белгілі бір, мысал айтайық, бір көрші елдің халқы
мұсылманның патшасына келіп, құрметті патша, біздің мемлекеттің басшысы бізді қырып жатыр, сен бізге жәрдем ет дейді. Сол кезде біреудің құқығын сақтау үшін соғыс жариялауға рұқсат берген да. Яғни адами деңгейде өз халқын езіп бездіріп жатқан біреу болатын болса, онда көрші ел жихадқа шығады. Қазіргі таңдағы санкция дейміз ғой. Санкция деген сол негізі асылында. Жаңа атау ол санкция ғой. Яғни өз елін қамап жатқан басшылыққа ескертесің, айналайын, тиіспе. Сен дұрыс жұмыс істемей жатыр екенсің, халқыңды қинап жатыр екенсің, теріс бағытта кетіп бара жатыр екенсің дегенде ескертулердің форматы қазіргі заманда ол санкция қою арқылы болған болса, ескіде қару көрсету арқылы болған. Яғни бұл мағынада онда ең мықты, ең қатыгез жихадистер кім? Онда батыс мемлекеттер санкция қойып отырғандар. Солар негізінде жихад жасап отырғандар да. Яғни оны да асылына дұрыстап қатты көңіл бөлу керек. Неліктен соғыс жарияланады? Біріншіден, адамның құқығы тапталған кезде. Адамның құқығын сақтау үшін. Ал енді бізде енді Қазақстанда жихад жасаймын десе, біздің Қазақстан бар ғой, жәннат қой, о мағынада. Бұл тікелей мағынада емес. Яғни біздің заңдарымыз, біздің жағдайымыз өте керемет деген мағынада айтып тұрмын да. Яғни бізде қазір сондай бір қиын бір кезең емес, халықты кезіп жатқан жүйе жоқ, дінімізге қарсы келіп, басымызды алып жатқан, намаз оқығанды қудалап жатқан бір дәуірден өттік. Өте о мағынада бізде қазір Қазақстанда жихад жасайтындай бір жағдай жоқ. Егер жихад жасаймын десе, надандықпен күрессін, жалқаулықпен күрессін. Мен осы мағынадағы жихад дұрыс деп санаймын. Ал енді теріс түсініп алып, оны тек қана біреуді қанын төгу, біреуді өлтіру деген мағынада ол өте үлкен қате түсінік. Енді бұл яғни бір діни сауатсыздықтан өз уақытысында болған соның себебінен деп ойлаймын. Ал енді бұдан иншалла шығамыз ба? Бұдан шығамыз, бұдан шығамыз. Құдайдың қалауымен әрине бәріміз бір боп жұмылып жұмыс істейтін болған болсақ. Қысқаша болса. Рахмет, қойылатын сұрақтарымыз әлі көп, бірақ уақыт тапшылығына байланысты осымен аяқтайық тікелей эфирімізді. Егер тыңдаушылардың сұрақтары болса, бір-екі сұраққа жауап бере кетейік. Давайте, дайынбыз. Сұрақтарыңыз болса. Құрметті тыңдаушылар, қазір сұрақтарыңыз болса, осы жерде комментарий ретінде қалдырып кетсеңіздер болады. Немесе осы тікелей эфирдің видеосын сақтап қоямыз Дін Алматы парақшасында. Сол жерге пікір ретінде сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар, сіздерге жауап береді міндетті түрде. Поле чудесно, можно передать привет дейді ғой. Сол сияқты мен таныстарымды көріп қалдым. Айдын аға, қалайсыздар? Передаю привет деп, Якубовичтің передачасындағыдай. Кешірім сұраймын, әрине. Сұрақтарыңыз болса, күтіп тұрық. Бос отырмайды дегенім ғой. Рауан Жұмабайұлы, сіздің рұқсат болса, сіздің парақшаңызды осы видеоматериалдың астына қалдырып кетерміз, белгілеп кетерміз. Проблем жоқ. Пайдалы болсын, маңыздысы сол ғой. Жақсы, рахмет. Онда уақыт бөліп бүгінгі тікелей эфирге бізбен шыққаныңызға жақсылықта жолыққанша ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, өзімізді жетілдірейік. Мүмкін болса, айына болмаса да 2 айда бір кітап оқуға тырысайық, әдебиет оқыңыздар, бала-шағаңызға ертегі оқып беріңіздер. Өзіміздің адами құндылықтарымыздан Құдай айырмасын, өз еліне лайықты азамат болуды нәсіп етсін. Жақсылықта жолыққанша сау, саламат болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.